жауын. Жауын күйінің бірінші бөлімі. Енді талдауға кірсек. Талдамас бұрын мен сіздерге қағыстарын көрсетіп өтейін. Шертпе күй 4 саусағымызбен төмен қағыс аламыз. Бас бармақпен ғана төмен қағыс. Сосын соқ саусақпен жоғары қағыс. Бары осындай қағыстар жүреді. Енді дыбыстарға. 4-ші саусақпен 7-ші дыбыс, 1-ші саусақпен үстіңгі шек, 5-ші дыбыс ойнаймыз. Жоғары қағыс ойнаған кезде 3-ші саусақпен үстіңгі шек, 7-ші дыбысқа легал жасаймыз. Тағы да көрсетем. Осын тағы да бір рет көрсетейін. Ары қарай төмен жоғары төмен қағыс жүреді. 1-ші саусақпен 5-ші дыбыс, астыңғы шек, 7-ші дыбыс, 4-ші саусақпен. Осыны тағы да асықпай көрсетейін. Тағы да бір рет көрсетем. Осы талдаған мәтінді тағы да басынан асықпай көрсетем.
осы талдаған мәтінімізді 2 рет ойнаймыз. Сонымен бірінші бөлім дайын болады. Тағы да енді бірінші бөлімді толығымен асықпай ойнайым. Сәлем достар, Qarshyga каналына қош келдіңіздер. Біздің көмегімізбен сіздер домбыра ойнауға машықтанып, барлық қажетті теорияны үйреніп қана қоймай, тарту деңгейінің сапасын арттыратын боласыздар. Келесі қандай күйді ойнағанымызды қалайсыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде ескеретін боламыз.